Кемпір мен шалдың қуанышында шек жоқ. Өздерінің керек екендігін сезінген көңілдер масайраған кейіпте, Әйгерімнің алғаш әріп танығандағы хаттарын алып қайта бір оқыған. Қызым айтқанында тұрды, үлкейгенде келді, деп шал мәз-мәйрам болып жүр. Әйгерім де жанына тыныштық тапқандай, лас әлемінен құтылып шығып, тап-таза дүниенің есігін ашқандай рахат күй кешіп жүр. Тек кей түндерде әйелге тән құштарлыққа қинағанда құс жастық құшақтап, атар таңды көзбен атыратыны болмаса. Ауылға келгеніне 10 күн өткенде қинала бастаған. Дастархан басында үшеуі отыр. Кемпір мен шал немерелері құйған шайды баппен сіміре түсуде. Қыз болса, оң қолымен шай ішіп, сол қолымен астындағы беспөкті мыжғылай берген. Бір уақытта атасы мен апасына байқатпай астындағы беспөкті үш бұрыштап бүктеді де, үшкір жағына астына қойып, ат қылып мініп отырды. Тек әрі-бері қозғалақтап тыныш отыра алмады. Шай ішіліп болғаннан кейін атасына сіз демалып алыңыз деді де, өзі атқа мініп атарға қарай шаба жөнелді. Ат шапқан сайын жаны кіре түсті. Бұл да аттың осы бір шабысына асынғандай одан әрі қамшылап тебіне берді. Ақыр соңында аттың қан сорпасы шықты. Бұл болса аттан құлай кетіп, көк шалғынның үстіне шалқалай жатты. Содан кейін киімдерін кешіп тастап, сайда сылдырлай ағып жатқан өзенге шомылдай дейсің келіп. Бұның құштарлығын қайтып мауқы басылғанша аттың да терік кепті. Кешкі салқынмен қойларды үйге қарай айдап келіп, ашуына мініп тұрған қымыздан 2 кесені қатарынан тартып жіберді. Сол бір күні желік басар қылығы қызға ұнап ақ қалды. Сол себепті де кей күндері қанындағы жыландары бас көтеріп жатқандай болса, атасына көмектеспек ниет желеу қылып атпен шаба жөнелетін. Кейде тіпті аттың ер-тоқымын алып тастап, жайдақ шабатыны тағы бар. Ең жайлауда кім көрсін, бүтін бір әлемде жалғыз өзі жүргендей тым-тым еркінсіп, бар білгенін істейтін. Бүгінде отарды аулаққа айдап салып, өзі атпен шаба жөнелді. Аттың үстінде кетіп бара жатып, үстіндегі киімдерін біртіндеп шешіп лақтыра бастады. Ең соңында лыпалы қалпына таудың салқын суына күмп берген кім бар екен бұған қарап тұрған? Бұл қыздың ойы, ал шын мәнінде қарап тұрған адам жоқ емес еді. Бұлармен іргелес сайда қоңсы жатқан қойшының Мәрлен атты ұлы бұл қыздың әрбір қылықтарын таудың беткейіндегі аршаның арасына кіріп алып, дүбірмен қызықтап жататын. Күліп жатып, жын ба, пері ме деп ойлайтын. Дей тұрғанмен қызға қарап жатып та өзі де біртүрлі болып кететін. Бірақ жанына жақындап бара алмайтын. Бүгін бойындағы бар батылдығын жинап, қыздың жүріп өткен жолындағы шашылып жатқан киімдерін жинап, өзінде шомылып жүрген қыздың жанына келді. Айдалада ойламаған жерден кезіккен жігітті көрген қыз тілін жұтып қойғандай меңірейіп қалды. Оның қолындағы өз киімдері көзі түскенде тіпті айтарға сөз таппады. Жігіт қыздың киімдерін жерге тастады да, шашылып жатқан бұл не қылған киімдер десем, сіздікі екен ғой, деді білмеген шіп адамша. Я, менікі, күн ыстық болған соң, ешкім жоқ шығар деп шашып тастағам, деді қыз ұялған тек тұрмастың керіне салып. Ыстығыңыз басылды ма? Қайдам? Әрірек тереңірек жерге барып шомылсаңызшы. Батып кетсем бе деп қорқамын. Онша жақсы жүзе алмайтын едім.
Батып бара жатсаңыз мен құтқарып алармын. Ақысына не беруім керек? Онсыз да киімді жинап келгеніңізге қарыз болып қалдым ба? Қорқып тұрмын. Мен жасаған жақсылығыма ақы алып көрген жоқпын осы күнге дейін. Онда көрейін батылдығыңызды, деді де қыз терең жаққа қарай жүзе жөнелді. Бір уақытта шынымен жүзе білмейтін адамша суға бір батып, бір шығып тұншыға бастады. Жігіт байғұс шешінбестен суға сүңги кетті де, бұны кеудесінен қыса ұстап, жағаға қарай сүйреп шығарды. Жағаға шығарғанда шалқасынан жатқызып қойды. Қыздың көзінің жұмылуы жатқанын пайдаланып, ақ сазандай денесіне көз жүгіртіп өтті. Қыз көзін ашқанда жанарын тайдырып әкеткен. Жынды екенсіз, есіңіз дұрыс емес дегеніңіз бе? Жоға, біздің ауылда керемет екенсіз дегенді осылай айтады. Қалай сонда керемет екенміз? Сұлудың сұлу екенсіз. Мен сіз секілді жалаңаш қызды өмірімде бірінші рет көріп отырмын. Киініңіз, суық тиіп ауырып қаларсыз. Қыз киіне бастады. Әдейі асықпай киінді. Бірінші төменгі жақтағы киімдерін ілді. Содан кейін сәл отырды. Жігіт бас салар ма екен деп ойлағам, шын мәнінде бас салса екен деп армандады. Өмірінде бірінші рет жалаңаш қыз көріп тұрған қойшы бала бұл күткен батылдыққа бармады. Бір кезде әдейі төс тартқышымның ілгегін іліп берші, деді. Қызық екенсіз, өзіңіз тарта алмайсыз ба? Мен жоқ болсам не істер едіңіз, деді. Үйге барып апама ілдіріп алар едім. Онда сөйтіңіз. Іле салу мені судан сүйреп шығудан қиын емес шығар. Іліп бере салыңызшы, неңіз кетеді? Қызық екенсіз, мен өмірімде іліп көрмеппін ондайды, деді. Иә, қызықпын, кел үйретемін. Түкте қиындығы жоқ. Тартып тұрып іле салыңыз. Шынымен түкте қиын емес екен. Тартып тұрды да іле салды. Іле салды да тағы да теріс қарап отыра кетті. Қыз іштей тормыз, деді. Тормыз болмай шықты. Күтпеген жерден қызсыз ба, деді. Енді шайтан емес шығармыз, деді қыз жігіттің қойған сұрағына түсінбегенсіп. Жоқ, мен басқалай айтамын. Қалай сонда? Анандай ғой. Солай десеңші. Жауап беру міндеттім бе? Жоға, өзіңіз білесіз ғой. Мен жай әшейін сұрай салғам. Жауап беру керек болса, жауап берейін. Иә, қызбын. 12-де бір гүлім ашылмаған, деді күліп. Өзімде солай ойлағам, деді жігіт қыздың қылжағына риясыз сеніп. Екеуі үйге қарай қайтып, жігіт өз жолына бұрылып тұста аттың басын тартып, біз мына дөңнің арғы жағында тұрамыз, деді. Жақын тұрады екенсіз ғой. Кешке жақын келіп тұр. Не істейміз? Жұлдыз санаймыз. Онда ертең келейін. Бүгін аспан бұлтты ғой. Жұлдыздар көрінбейді. Әйгерім мына жігіттің аңғалдығына таң қалды. Не деген таза адам еді деп ойлады. Кенет қалада қалған актер жігіт есіне түсіп еді, мына бір қойшы баланың тіпті бағасы аспандап шыға келді.